Сәлем, оқушылар, қалайсыздар? Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Кешегі білім инновация лицейінің бірінші турын жақсы тапсыр деген ойдамын, сенімдемін. Сіз қай қаладансыз? Сізге емтиханда қай нұсқа түсті? Сізге емтихан оңай болды ма? Төменге пікір қалдырыңыз, ал мен сіздерге кеше болған есептерді талқылаймын. Мен сізге түсіндіретін ең бірінші есеп міне тақтада көрсетілген. А боялған төртбұрыш Б тең болады А қосылған 2-нің квадраты бөлінген Б. Бізге табу керек. 2 боялған төртбұрыш, жақша ішінде 2 боялған төртбұрыш 4. Осының мәні нешеге тең болады? Сіз бұл есепті шығара алған болсаңыз, төменге жауабын қалдырыңыз. Жалпы бұл есептерді қалай шығарамыз? Бұл есептің атауы жаңа логикалық амал деп аталады. Яғни А мен Б-ның орнына кез келген сан тұруы мүмкін. Қандай сан тұрғаны өзінде бөлшекті сызамыз, бөлшектің үстіне ең бірінші А-ның орнына қойылған санға 2-ні қосып, оны квадраттаймыз. Ал бөлшектің бөлімінде ылғи Б-ның орнында тұрған санын сұрады. Дәл біздің есепке оралатын болсақ, бірінші жақшаның ішкі орнына бар. Жақшаның ішінде 2 боялған төртбұрыш 4. Ең бірінші істейміз. Бөлшек сызығын саламыз. Бөлшектің алымына А қосылған 2-нің квадраты. А-ның орнында не тұр біздің есепте? 2 орналасқан. Яғни 2 қосылған 2-нің квадраты. Мына екінші 2 ылғи тұра береді. Бірінші 2 тек өзгере тұрады. Енді бөлшектің бөліміне не жазамыз? Бізге Б-ны қой дейді. Б ол бізде екінші тұрған санымыз, ал бізде екінші тұрған сан ол 4. 2 қосу 2 4, 4-тің квадраты 16. Мына жер 4 тұра береді. 16-ны 4 көрсек 4 шығады. Яғни біз жақшаның іште тұрған санын таптық. Ол 4-ке тең екен. Яғни 2 боялған төртбұрыш 4. Жақша 4-ке тең болып, 2 боялған төртбұрыш 4 нешеге тең болады еді. Біз ол есепті жаңа ғана шығардық. Ол бізде тағы да 4-ке тең болады. Егер сіз бұл есепте 4 деп белгілеген болсаңыз, сіз онда дұрыс таптыңыз. Екінші есеп, бізде осындай тіктөртбұрыштар берілген. Ең үлкен тіктөртбұрыш бізде кішкентай өзара тең 3 тіктөртбұрыштан орналасқан. Олай болса, BC қабырғасының мәнін табу керекпіз. Біздегі үлкен тіктөртбұрыштың периметрі 80-ге тең. Осы ақпаратты өзіміздің есеп шығару барысында қолданамыз. Енді мына жерге назар аударайық. Мына А-ды 2 бөліктен құралған. Нақты қанша екенін білмейміз, сондықтан біз оны X деп бөлейік. X-ке X қоссақ, онда А-ды бізде 2X-ке тең. Дәл сол сияқты бізде BC-да 2X-ке тең. BC 2X-ке тең. А мен мына бір бөліктің арасы ол да 2X-ке тең. Себебі бізде барлық кішкентай тіктөртбұрыштар өзара тең. Ал мына жерде кішкентай қабырғамыз, ол мына жерде қабырға ұқсас. Яғни ол X-ке тең. Осыдан не шығады? Біздегі AB деген ұзындығымыз 3X-ке тең болады. Ал ені BC 2X-ке тең болады. Периметр формуласы ұзындығын еніне қосамыз, және оны 2-ге өтеміз. Біздің жағдайда периметр берілген, дайын 80-ге тең. Ұзындықты жаңа ғана өрнектедік 3X деп. Енін де өрнектеп алдық 2X деп. Көбейту 2. 80 тең болады. 3X-ке 2X қоссақ 5X, 12-ге өтсек 10X болады. Осы жерден X-ті мәнін тапсақ, 80-ді 10-ға бөлеміз, X тең болады 8-ге. X ол шешім емес, X тек қана коэффициент. Яғни бұл жерде бізге BC-ны табу керек, а BC бізде 2X-ке тең. 2-ні 8-ге өтсек 16-ға тең. Дұрыс жауабы BC 16. Мен сізді бұл есептен қателеспеді деп ойлаймын. Сіз бұл есепті шығара алдыңыз ба? Кеше келген есептердің ішіндегі логикалық есептің біреуі ол осындай. 52, 27, 21, 34, 22, 44, 16, 71 белгісіз. Осы белгісіз санның орнында не тұрады? Сіз бұл есепті шығара алды деген ойдамын. Енді бұл есепті қалай шығару керек екенін сізге көрсетейін. 52-ге 27 болсақ 79 болады, 79-ға 21 болсақ 100 шығады. 34-ке 22 қоссақ 56 болады, 56-ға 44 қоссақ 100 шығады. Яғни мына екі дөңгелектен де ішіндегі сандардың қосындысы 100 беріп тұр. Дәл осы логикаға үшінші дөңгелекті ойланамыз.
яғни 16-дан 71-ді қоссақ 87, 87-ге қандай санды қосқан кезде 100 шығады? Ол әрине 13-ті. Белгісіз санның орнында 13 деген сан жасырынған екен. Мен бұл есепті сізді шығаралым деген ойдамын, себебі бұндай логикалық есеп біздің каналда өте көп болған еді. Төртінші бір әдемі есеп ұсынайын, ол бізде мынандай. Екі санның көбейтіндісі 240-қа тең, олардың қосындысы кем дегенде нешеге тең бола алады? 32, 30, 31, 34 және 38. Сіз бұл есепті дұрыс шығара алдыңыз ба? Бұл есептер көбісі 32-ні белгілеген екен. Кейбір балдар ең кіші сан деп шығара алмай тұрған кезде 30-ды белгілеп кеткен. Ал негізі дұрыс жауап бізде 31 болады. Не үшін 31 екен, сіз санаулы минуттардан кейін білетін боласыз. Ал енді қарайық. 240 қандай екі санның көбейтіндісінен тұрады? Мысалы, 30-ды 8-ге өтсек болады. 30-ды 8-ге өтсеңіз 240. Енді осы жердегі 30 пен 8-ді өзара қоссақ неше шығады? 38 шығады. Бұл бізде жауабында орналасқан. Тағы да қандай сандар бар? Бізге ең кішісін табу керекпіз. 38 деген жауап бар, бірақ одан да кішірек таңдасақ, онда біз бұл жауапты таңдамаймыз. 24-ті 10-ға өйтсек болады. 24-ті 10-ға өйтсек те 240 болады, ал 24 пен 10-ды қоссақ бізде 34 деген сан шығады. 38 пен 34 салсақ, 34 кішірек, сол кезде 38 деген жауап кетіп қалады. Тағы да қандай сандар бар? Келесі сан ол бізде 20 мен 12-ді өйтсек болады. 20 көбейтілген 12 бізде ол да 240-ты береді, ал 20 мен 12-ді қоссақ бізде 32 деген сан шығады. 32 деген сан шығып тұрғасын бізде 34 деген жауабымыз кетіп қалады. Әзірше ең кіші екі санның қосындысы ол бізде 32 беріп тұр. Тағы да бір сан бар. Ол бізде 16 және 15 деген сан. 16-ны 15-ге көбейтсек 240 шығады, ал бұл екі санның қосындысы бізде 31-ді береді. 31 деген сан шыққандықтан 32 деген жауап кетіп қалады. Бұл жерде 30 деген сан мүлдем жоқ, олай шығара алмаймыз. 30 тек шатастыру мақсатында берілген. Сол кезде ең кіші сан бізде 31 деген, ал 31 бізде 16 және 15 деген сандардың көбейтісінен шығып тұр. Сізге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Осы есепті әдемілеп дәптеріңізге жазып алыңыз. Бүгінгі видео сабақ сізге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де дәл осы видео 10.000 қаралым жинаса, немесе комментарийде 2000 пікір жазылған болса, мен бұның жалғасын түсіндіремін. Сонымен қатар сіздерге айтатын жайт, 10 мамыр күні бұйырса Bilimtixan KZ сайтында сіздің қорытындыңыз шығады. Егер де қорытынды бойынша сіз екінші турға өткен болсаңыз, 15 мамыр күні бұйырса екінші тур болады. Кешегі емтиханда біздің онлайн курстар сатып алған балдарымыз көптеген алғысын білдіріп төменге жазды, WhatsApp-қа хабарласты, телефон соқты. Барлығына қуаныштымын. Жарайсыздар. Сондай күшті қаржымен дайындала беріңіздер. Ал енді біздің онлайн курс марафондарды сатып алмаған болсаңыз, бірақ КТЛ-ға әлі де түскіңіз келсе, сіз үлгересіз. Себебі бүгін 25 сәуір, тест 15 мамыр болады. Сізде әлі 20 күн бар. Бізде КТЛ интенсив деген онлайн курс бар. Ішінде 6 нұсқа бар. Бірінші турдан 40 есеп, екінші турдан 50 есеп, жалпы 270 есепті түсіндіргенбіз. Ішіндегі есептер бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Дәл сол есептерді сатып алып, дәл сол есептерді шығарған көп бала кеше бізден бірінші турды өте сәтті тапсырдым деп хабарласқан еді. Егер сіз де алдағы уақытта екінші турдан жоғары ұпай жинап, сол мектепке түскіңіз келсе, онда төмендегі номерге хабарласып, бізден сатып алсаңыз болады.